Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар және балалар? Балалар, қалдарыңыз қалай? Ал ондай болатын болса, бүгінгі оқу қызметіміз балалар сауат ашу негіздері. Бүгін тақырыбы ж дыбысымен әріпі жұмбақтарды шеше білеміз бе? Ондай болатын болса, балалар, кәне бәріміз бірге жасайық. Өсті ақыл ойларың, өсті міне бойларың, иіліп сәлем береміз, әдепті болып өсеміз, жақсы сөздер айтамыз, үлкендерді сыйлаймыз. Жақсы, керемет балалар. Ондай болатын болса, балалар, біз қазір сендерге видеоға назар аударыңдар. Балалар, біз бүгін сендермен ж әрпін өтеміз. Мына жерде сендерге берілген жапырақтың суреті екен. Кәне бәріміз қайталайық. Жапырақ, жапырақ. Ал ондай болатын болса, балалар, бүгін біз сендермен ж дыбысын өтеміз. Кәне, ж, ж. Енді балалар, мен сендерге қазір жұмбақ жасырамын. Ал сендер мұқият тыңдаңдар. Ағайынды бәрі шықса жасыл, түссе сары. Ол не балалар? Дұрыс айтасыңдар, жапырақ. Ал келесі жұмбақты тыңдаңдар. Қамыс құлақ, тостаған тұяқ, мінсең қанат, сүті дәрі, еті тамақ. Ол не екен балалар? Дұрыс айтасыңдар, жылқы. Ары қарай кеттік, мұқият тыңдаймыз. Етегім толы сөк, ерте тұрсам жоқ. Ол не болды екен балалар? Жұлдыз. Өте тамаша. Ондай болатын болса, кәне балалар, осы суреттегі тапсырманы қайталайық. Жапырақ, жапырақ, жылқы, жылқы, жұлдыз, жұлдыз. Өте жақсы. Балалар, енді видеоға назар аударыңдар. Балалар, бұл жерде қоңыз қалай дыбыстайды? Ж. Кәне бәріміз бірге қайталайықшы. Ж. Ж. Өте тамаша, жақсы. Балалар, ондай болатын болса, кәне бәріміз ж дыбысы қайталадық қой. Енді балалар, ж дыбысы ұяң, дауыссыз дыбыс екен. Ж дыбысы көбінесе сөздің басы мен ортасында кездеседі екен. Балалар, ж дыбысы дауыссыз болғандықтан оны қандай текшемен белгілейміз? Дұрыс айтасыңдар, көк текшемен белгілейді екенбіз. Дауыссыз дыбыстар көк текшемен белгіленеді. Ондай болатын болса, балалар, қараңдаршы, төмендегі суреттерге. Бірінші суретте сендер нені көріп тұрсыңдар? Жіпті көріп тұрсыңдар. Жіп, жіп, жіп дегенде, балалар, ж дыбысы қай жерде тұр? Бірінші тұр екен. Ал екінші суретке қарайық. Жылан. Жылан сөзінде де, балалар, ж дыбысы бірінші тұр екен. Ал үшінші суретте о-жау. О-жау дегенде, балалар, ж дыбысы қай жерде тығылып тұр екен? Екінші тұр екен. Өте жақсы. О-жау. Өте тамаша. Ондай болатын болса, балалар, кәне бәріміз ойын ойнайық. Ойлан тап ойыны. Балалар, бұл жерде ойлан тап ойынында буындарды сәйкес суреттермен біріктіреді екенбіз. Кәне ондай болатын болса, балалар, кәне бәріміз осы буындарды суреттермен біріктірейік. Кәне бастаймыз, балалар. Жалау, жылқы,
жаңғақ, жолбарыс, жүзім. Балалар, өте жақсы, сендер суреттерді сәйкес бәрін бірін біріктірдіңдер, буындарды. Ал ондай болатын болса, балалар, кәне бәріміз мына суреттерге назар аударайық. Бұл суреттерде балалар сендерде не бейнеленген екен? Кемпір қосақ. Ал ондай болатын болса, балалар, осы кемпір қосақтағы түстерді атап көрейікші. Бірінші, балалар, төменнен жоғарыға қарай санайық. Ал балалар, санайық. Төменнен жоғарыға қарай санайық. Сиякөк, көк, ақшыл көк, жасыл, сары, қоңыр және қызыл. Балалар, неше түс болды бұл жерде? Дұрыс айтасыңдар, 7 түс болды. 7 дегенде, балалар, 7 сөзінде ж дыбысы естіліп тұр екен. Ал енді, балалар, түстерді қарайықшы. Осы түстерде ж дыбысына келетін қандай түс бар екен? Жасыл. Өте тамаша. Жасыл. Ж дыбысы естіліп тұр екен. Ал келесі суретте не бар екен, балалар? Жапырақ. Жапырақ дегенде, балалар, ж дыбысы нешінші тұр? Бірінші тұр екен. Ал ондай болатын болса, балалар, жапырақ сөзін буынға бөліп көрейікші. Бәріміз бірге. Жапырақ. Неше буыннан тұрады екен, балалар? Дұрыс айтасыңдар, өте керемет. Ондай болатын болса, балалар, кәне мына суретке қарайық. Бұл жерде ненің суреті тұр, балалар? Жаңғақтың суреті тұр екен. Өте жақсы. Ал ондай болатын болса, балалар, жаңғақ сөзін буынға бөліп көрейікші. Жаңғақ. Неше буыннан тұр екен? 2 буыннан. Өте тамаша. Балалар, жаңғақ сөзінде ж дыбысы нешінші тұр? Бірінші тұр екен. Өте тамаша. Балалар, бүгін сендер өте жақсы барлық тапсырмаларды орындап шықтыңдар. Ондай болатын болса, балалар, қазір біз сендермен ж дыбысын ауада жазып көрейік. Кәне бәріміз бастайық. Қызыл нүктеден бастаймыз. Ауада жазып көреміз. Ж. Өте жақсы. Жоғары, төмен, жоғары. Жақсы. Қайтадан бастаймыз. Ж. Өте жақсы. Енді, балалар, осы ж дыбысын сендер үйде дәптерлеріңе жазыңдар. Балалар, бүгінгі оқу қызметінде сендер өте жақсы қатыстыңдар. Біз бүгін қандай дыбыспен таныстық, балалар? Ж дыбысымен. Өте жақсы. Ондай болатын болса, балалар, бүгін сендер қай тапсырманы орындау сендерге өте қызықты болды? Осыны маған жауабын беріңдер. Мен сендерден жауабын тосамын. Сау саламатта болыңдар, балалар.